Сәлем достар, бұл Амина Лайк каналы. Видеомызды бастамас бұрын міндетті түрде лайк басыңыздар, каналымызға тіркеліп и комментарий жазып кетіңіздер. Бізде бүгін влог. Жаңа жылға дейін біз балаларға қалай сыйлық алдық, қай жерден алдық, не алдық, соларды көп түсірген болатынбыз. Атакентте Rich Family деген ең үлкен семейный игрушечный магазин ашылған. Өте үлкен, соның ішінен біз Амирге трек таңдадық. Амир соңғы 3-4 айдан бері айтып жүрген болатын, папасына трек керек деп өткені, оның кішкентай машинкалары өте көп. Соларды трекпен жүргізіп ойнайтын сондай ойыншық жоқ еді. Қайсы дейді? Амир, қайсын? Қайсын алайын? Аналар ше, Амир? Мынау. Выбор өте көп. Выбор көп болған кезде таңдауда қиын болып кетеді. Сонымен осы жерде где-то 1-2 сағат точно жүрдік, таңдай алмай. Амир кішкентай болса да өзінің критерийлері бар, қандай болу керек трек. Ол 4-5 этажды болу керек, андай айналатын круговороты болу керек, ішінде машинкалар болу керек. Білмеймін, қайсы дұрыс деп ойлайсың? Вот это. Мынаның 4 этаж бар екен, да? 5 этаж. Машинки где-то 6 штук обычно. Таңдай алмай тұрмыз, мынандай үлкені или кішкентай. Амир кішкентай дейді. Бірақ ар жағында ондай көп. Андай көп жазады, сондай алып келеді папасы. Иә. Мына жерде, короче, 4 этаж, мынада 5 этаж. Мына 21 мың, мына 28 мың теңге. Ты же говорил, кто? Амир, давай быстрее, выбирай. Здесь 6 этажей. Такой. Сол ма? А такой не надо, да? Все? Не надо. Выбрал, да, уже? Да. А ты выбирать. На, твой подарок. Это означает, что он вот так. Таскай сам. Мына жерде арғы жағы ойыншықтар, мына жақ киімдер, и мына жақ кішкентай балалардың ойыншықтары екен. Гремушка, грызунок, батут. И питание да бар өте осы жерде. Магазинге келу үшін 1-4 сағатында точно арнап келу керек. Өте үлкен, товар өте көп. И жаңадан ашылғаннан кейін іші вообще пустой, адам жоқ. Барлығын бөліп қойған. 1 жасқа дейінгі балдар, 1 жастан үлкен балдар, 4-5 жас, подростки, 13 жас ойыншықтарды да бөліп қойған. Например, бұрын Амир кішкентай кезінде бізге 1 штук динозавр ғана керек болатын. Ал 1 штук динозаврды алу үшін целиком ол упаковкасымен сатылатын, оның ішінде барлық жануарлар. Ал онымен ойнамайды. Оған тек қана 1 ғана динозавр керек болады. Сол кезде мен таба алмағанмын. Ал мына жерде, короче, түрі бар динозаврдың. Сонымен Амир өзіне керегін алды. Достар, егер де видео сіздерге қызықты болса, онда міндетті түрде каналымызға тіркеліп қойыңыздар, лайк күтеміз сіздерден, және комментарий ашық болса, комментарий қалдырыңыздар. И бағалары да онда қатты қымбат емес. 500 теңге, 300 теңге, 800 теңге, 1000 теңге, 1500 теңге өте арзан ойыншықтар.
балалардың киімдері, ойыншықтары жас бойынша, кішкентай балалардың тамақтары бір жастан кейін, жаңа жылдық ойыншықтар, спортқа қатысты заттар, в общем, барлығы бар екен. Ваннаға арналған заттар, бассейнге арналған заттар, даже машинка, вертолет, самолеттарды осылай керегіңді ғана алуға болады. Ал бізде Амир, например, осындайларды жақсы көреді. Ал бір коробкада 5-6-10 машина тұрған, ондаймен ойнамай қалады. Оның ішінде ең ұнатқан бір машинкамен ойнауы мүмкін. Сондықтан бізге осы жақсы болды. Керегін таңдап алады. Ал мына жерде елкаға арналған ойыншықтар, вообще бұны түсіре алмай мен кетпедім. Өте әдемі, будто бір қолдан жасалған сияқты. Вообще қалай жасалғанын түсінбейсің. Шариктер, стеклоның сыртына андай капелькалар жабыстырған, жылтырлақтар. Бұны түсірмеу, сіздерге көрсетпеу вообще мүмкін емес. Сондықтан біздің видеомызды, біздің тырысып жатқанымызды міндетті түрде бағалап, каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Біздің подписчиктер саны 8.000-ға жақындап қалды. Сіздерден міндетті түрде обратная связь күтеміз. Тіркеліңіздер и әрдайым жаңадан шыққан видеомызды қолдап отырыңыздар. Жаңа жылға сыйлықтар. Осы 2022 жылда біздің отбасымызда көптеген кішкентай сәбилер дүниеге келді. Солардың барлығына осындай ботиктар сыйлыққа алдық. Сіздердің жаңа жылдарыңыз қалай өтті, қандай сыйлық алдыңыздар? Міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. 2021-дің аяғына қарай осындай утка лолофан деген тренд мода болатын, өздеріңіз білесіздер. Соның кішкентай мини-версиясы шығыпты, брелок ретінде. Өте әдемі, бізге ұнады. Сол бір жыл бұрын осындай утка лолофан каждый қызда болған шығар, иә достар? Сіздерде болды ма, болмады ма, жаза кетіңіздер. Міне Амир өзінің сыйлығын көтере алмай келе жатыр. Сәлем достар, мен сендер менің каналымда. Достар, бізге мынандай Новый годқа мен әкем мынандай тректі Амирге... Ой, сен бастай қалу. Мен папам купил паспорт трек. Достар, біз қазір распаковканы істейміз, поэтому видео өте күшті болады, поэтому маған подписаться, это былай басқа комментарий жазыңдар. Давайте кеттік. Давай. Так, теперь вот давайте. Вот здесь вот скотч. Скотч. Теперь здесь. Оп, открыла. И еще больше нету. Вау. Жерге жатқызып вот так положи. Положи. Тогда открой. Now to that one. Давай, шкаф Oh давай. my god. Шкаф давай. Мында. Алдын қойды. Помогай. Я вот это. Буква С. А вот это... Нет, не спеши, сломаешь. Сломаю? А вот это... Главное О май гад! О май гад! Это ж... Стой! Не он. Смотри. Инструкция. На, Мир, это твое. Эй. Именно дай переноси. Вот еще. Это наклейка. И самое главное, несколько штук упало, но это ничего страшного, машинки. Ну, так, это... И
машинка. И потом коробка. Все, болды ма? Давайте енді разбирайте. Так, теперь собирайте, говори. Давай, пока собирай. Сонымен жинау 3 сағат уақыт алды. Біз жинау оңай шығар деп ойласақ, өте қиын екен. Бірақ жинаудан да қиын нәрсесі ол наклейкаларын бөлек-бөлек жапсыру екен. Біз бірінші білмей қалдық, жапсырмас бұрын, тректі жинамас бұрын бірінші наклейкаларын жабыстырып алу керек еді. Сондықтан өте қиын болды. Бірақ папасының Амир үшеуі бір-біріне көмектесіп тез арада жинады. Мен достар, біздің видеомыз сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарийлеріңізді аямаңыздар. Содан соң міндетті түрде каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Біз сіздерді жақсы көреміз. Всем пока-пока.